Саламатсыздар ма 10 сынып оқушылары, бүгін біз 2-ші тоқсанға арналған бірінші Б жыбымыз молекулалық кинетикалық теория негіздері бөліміне арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз балалар. Мынау маған оқушылардан келгендіктен качествосы осылай болып тұр. Қазір бірге бірінші нұсқаны талдайтын боламыз. Балалар, бізде жалпы 5 тапсырма берілген, жалпы құрайтын балымыз 20 балл екен. Ал бірінші тапсырмадан бастап орындайық. Идеал газға сипаттама бер дейді. Идеал газ деп қарастыру шартын көрсетіңіз деген екен. Ал балалар, жауабын жазып қойдым. Идеал газ дегеніміз молекулалар шексіз аз көлем алатын серпімді шариктер болып табылатын және өзара әрекеттесу тек олардың бір-бірімен тікелей немесе ыдыстың қабырғасымен соқтығысу кезінде ғана білінетін газ болып табылады балалар. Енді есептеулерді жеңілдету үшін МКТ нақты газдардың қарапайым физикалық моделі идеал газ моделі енгізілген екен балалар. Ал екінші тапсырмамызда температура жоғарылаған сайын брондық қозғалыстың интенсивтілігі артатын неліктен дейді. Себебі балалар, температура жоғарылаған сайын сұйық немесе газ ішіндегі ұсақ бөлшектердің қоршаған орта молекулаларының соққысы әсерінен болатын бейберекет қозғалысы артады балалар. Сондықтан да брондық қозғалыстың қарқындылығы, яғни интенсивтілігі артады екен. Ал үшінші тапсырмамызда балалар, бізде 2-3 тапсырма берілген, қателесіп кеткен. Бірінші, үшінші тапсырмамызда идеал газдың қысымы мына өрнекпен беріледі дейді. П тең 3/1 ро в квадрат. Мұндағы енді А тапсырмасында в квадрат таңбасы нені білдіреді дейді. В тапсырмасында осы теңдіктен ро тығыздық формасы қалай жазуға болады деген екен. Ал С тапсырмасында қысымның орташа кинетикалық энергиясы арқылы формуласын түрлендір деп жазған балалар. Ал балалар, А және Б тапсырмасының жауабын жазып қойдым. Бұл жерде в квадрат дегеніміз балалар молекулалар қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы, өлшем бірлігі метр бөлінген секунд болады балалар. Ал ро, яғни тығыздықтың формасы балалар, бір молекуланың массасын молекулалар концентрациясына көбейту арқылы біз өрнектей аламыз. Бұл жерде М0 дегеніміз бір молекуланың массасы, өлшем бірлігі килограмм балалар. Ал N дегеніміз молекулалар концентрациясы, өлшем бірлігі метрдің -3 дәрежесі кубы балалар. Енді С тапсырмасында бізде жаңағы біздің есебіміз шартында берілген формуламызды кинетикалық энергия арқылы түрлендір деген. Негізгі формуламызды жазып қойып, 1/3 ро в квадрат еді. Осы жерде роны балар мына формуламен өрнектеп алайық. Сонда 1/3 М0 Н в квадрат, яғни қысымның екінші формуласы түрленіп шықты. Балар, енді осы жерден біз мына жердегі үстінде астында 2/2-ге көбейтейік балалар. Сонда өрнегімізді кинетикалық энергия бойынша түрлендіріп аламыз. Сонда өрнегіміз былай өзгереді. 1/3 М0 Н в квадрат көбейту 2/2. Бұл 2 мен 2-ні бір-біріне бөлсек 1 болады, яғни жойылып кете алады. Формуланы бізге түрлендіріп алу керек. Сондықтан енді 2-ні алдына жіберейін. М0, ана жерге Н жазайын балалар. М0-ді өзгертейін, көбейту М0 в квадрат бөлінген 2 болсын. Бұл жерде кинетикалық энергиямыздың формуласы балар М0 в квадрат бөлінген 2 деп түрлендіріп алсақ болады. Сонда мына өрнектің орнына біз кинетикалық энергияны жаза аламыз балар. Сонда П тең болады 2/3. Мына жерде балар 2 мен 1-дің орнын ауыстырдық. 2-ні орында қалдырында тек М в квадратты мына 2-ның үстіне жаздым балар. Орындар ауысқанмен шамалары өзгерген жоқ. Сонда 2/3 N көбейтілген кинетикалық энергиямыз болады екен балар. Енді мына жерде молекулалар концентрациясын біз басқа формуламен өрнектеп алуымыз керек. Қысымның екінші формуласын жазайын, НКТ деген. Осы жерден балар молекулалар концентрациясын түрлендіріп алсақ, П КТ деген өрнегіміз келіп шығады. Енді осы мына жерде молекулалар концентрациясын орнына мына өрнегін қойып алайық. Сонда П тең болады 2/3 көбейту П КТ көбейту кинетикалық энергиямыз. Енді балар, осы жерден кинетикалық энергиямызды түрлендіріп аламыз. Сонда 3П КТ бөлшектің үстіне кетеді. 3П КТ бөлінген 2П деген астына түседі. Енді қысымдар қысқарады балар. Сонда 3/2 КТ деген энергияның формуласы түрленіп шықты балар. Бұл кинетикалық энергиямыздың температураға байланысты формуласы екен балалар.
Ал екінші, үшінші есебінде балар температурасы 27 градус, көлемі 2 метр куб және қысымы 150 килопаскаль болатын газ берілген дейді. Мына жерде балар Больцман тұрақтысы берілген. Енді А тапсырмасына молекула санын тап деген, В тапсырмасына молекула концентрациясын және орташа кинетикалық энергиясын есептеңдер депті. Балар берілген жазып алдым. Енді өлшем бірліктерімізді халықаралық бірлік жүйесіне келтіріп алайық. Градусымызды балар кельвинге айналдырайық. Бұл үшін 273-ке 27-ні қосамыз, сонда 300 кельвин болады. Килопаскалімізді килода балар оның 3 дәрежесі бар, сонда 150 көйту оның 3 дәрежесі паскаль деп жазып аламыз. Енді балар бізде бірінші молекула концентрациясын тауып алайық, сол арқылы балар молекула санын таба аламыз. Бірінші сонда В тапсырмасын орындаймыз. П тең НКТ-дан балар молекула концентрациясын өрнектеп аламыз. N тең болады П бөлінген КТ. Бұл жерде К дегеніміз Больцман тұрақтысы. П 150 көбейту оның 3 дәрежесі паскаль бөлінген 1,38 көбейту оның минус 23 дәрежесі джоуль бөлінген кельвинге тең Больцман тұрақтысы. Көбейту температурамыз 300 кельвин болды. Ал есептесек балар бізде 0,0362 шығады. Оны мен 2 дәреже берейін, көбейтейін де 100-ге 3,62 деп алайын. Жоқ шамамен көбейту оның 23-ға шыққанда плюс болып шығады. 23-ге 3-ті қосқанда 26 болады. Жаңа 2 дәрежесін даған бердім, сонда бізде шығады екен. Жоқ балар 3 дәреже емес, 1 дәреже берім. Мынаған көбейтем, сонда 0,362 шығады. 1 дәреже берген кезде 3,62 болды. Сонда 25 дәрежеміз қалады балар. Метрдің минус 3 дәрежесі куб. Енді одан кейін молекула санын табамыз. А тапсырмасын орындаймыз. Молекула санының молекула концентрациясына байланысты және көлемге байланысты N көбейтілген В деген формасы бар балар. Сонда 3,62 көбейту оның 25 дәрежесі метрдің минус 3 дәрежесін көбейтеміз 2 метр кубқа. Ал есептесек 7,24 көбейту оның 25 дәрежесі шығады балар. Метр кубтар қысқарып кетеді, біреу минус, біреу плюс болған үшін. Енді С тапсырмасында кинетикалық энергиямызды табыңдар деген. Кинетикалық энергиямызды жаңа қорытылып шыққан формуламызды жазамыз. 3 бөлінген 2 КТ. Орнына қояйық 3 бөлінген 2 көбейту 1,38 көбейту оның минус 23 дәрежесі джоуль бөлінген кельвин көбейтілген температурамыз 300 кельвин. Ал есептесек балар бізде 6,21 көбейту оның минус 21 дәрежесі джоуль шығады екен. Ал төртінші есебімізде балар қысымы 200 килопаскаль, температурасы 20 градус сутек берілген дейді. Сутектің молярлық массасы және универсал газ тұрақтысы берілген балар. Енді А тапсырмасында халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріңіз депті, және идеал газ күйінің теңдеуінен қысымды өрнектеп шығарыңдар деген екен. Одан кейін С тапсырмасында сутектің тығыздығын есептеңіз деген екен. Балар берілген жазып алдым. Енді А тапсырмасында ХВЖ-ға келтіріңдер деген. Айналдырақ килода балар оның 3 дәрежесі бар. Сонда 2 нөлді қосып жіберейін, 2 көбейту оның 5 дәрежесі паскаль деп алсақ болады балар. Ал 20 градусымызды кельвинге айналдыратын болсақ, 273-ке қосамыз, сонда 293 кельвин болады. Енді В тапсырмасында бізде идеал газ теңдеуіне қысымды өрнектеп алыңдар деген. Негізі Менделеев-Клапейрон теңдеуін жазайық. ПВ тең масса бөлінген молярлық масса РТ, негізгі теңдеуіміз. Енді балар бізде көлем мен масса берілмеген, оны тығыздық арқылы өрнектеп алайық. Масса бөлінген көлем деп. Сонда қысымның формасы былай өзгереді балар. Ро РТ бөлінген молярлық масса. Енді С тапсырмасында бізге осыдан тығыздықты табыңдар деген. Тығыздықты түрлендіріп алайық. Қысым мен молярлық масса көбейтіледі, оны РТ-ға бөлеміз балар. Ал енді орнына қойып есептейік. Қысым бізде 2 көбейту оның 5 дәрежесі паскаль болды. Молярлық массамыз 2 көбейту оның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Ал универсал газ тұрақтымыз 8,31 джоуль бөлінген кельвин көбейтілген мольға тең. Температурамыз 293 кельвин болды. Ал есептесек 0,16 килограмм бөлінген метр куб шығады екен балалар. Ал 5-ші тапсырмамызда балалар. А тапсырмасында суретте графигі берілген циклдегі әр процесті анықтаңыз деген екен. Балалар міне П, В
теңдеу графигі берілген балалар, қысымның көлемге қатынасы, яғни изотермиялық процесс кезіндегі графигіміз берілген. Енді әр 1-ден 2-ге ауысқанда, 2-ден 3-ге және 3-тен 1-ге өзгерген кездегі бізде қандай процесс екенін анықтаңдар деген. Енді бірінші қарайық, 1-ден 2-ге қарай жаңағы ауысқан кезде балалар бізде қысымымыз тұрақты болып тұр. Мына қысым тұрақты болып тұр, өзгеріп жатқан жоқ. Сонда қысым тұрақты кезінде балалар, қысым тұрақты кезде бізде изобара процесі орын алады, яғни изобара деп жазамыз. Изобара процесі. А. Одан кейін балалар 2-ден 3-ге қарай өткен кезде міне бізде көлем тұрақты болып тұр, міне көлем өзгеріп жатқан жоқ. Көлем тұрақты кезінде балалар изохора процесі орын алады екен. Ал одан кейін 3-тен 1-ге қарай өзгерген кезде балалар мына жерге температураны қоямыз, ыңғайлы болу үшін. Сонда ортасындағы тұрақты, яғни температура тұрақты кезінде бізде изотермия процесі. Изотермия процесі екен. Енді В тапсырмасында газ заңдарын, яғни формуласын жазыңдар деген екен балалар. Ал балалар, жауабын жазып қойдым, жаңағы А тапсырмасын нақтылап жазып қойдым, Ал В тапсырмасында газ заңдар балалар. Изотермия процесі кезінде Бойль-Марет заң орын алады, яғни P1-дің P2-ге қатынасы V2-ның V1-ге қатынасына тең балалар. Екінші изобара процесі кезінде Гей-Люссак заң орын алады, V1-дің V2-ге, T1-дің T2-ге қатынасымен өрнектеледі балалар. Үшінші изотермия процесі кезінде Шарль заң орын алады, P1-дің P2-ге тең болады, T1-дің T2-ге қатынасына тең балалар. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болса, лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.